миссия ортақ, сіздермен тікелей жұмыс жасайтын боламыз. Сіздер ең басты стратегиялық хабсыздар. Мен берген стратегияны, вы, возможно, будете сіздер басқа нәрсені де алуларыңыз мүмкін. Мен просто сіздерге набросок бердім. Жетеуіңіздің отыруыңыз, сенде не бар, менде не бар, онда не бар. Аласыз, бір нәрсен, даже қазір түсте обедте бірге отырыңыздар. Давай мынаны істеп көрейік. Стратегиялық даму жоспарларыңызды нақты көрсете білдіңіз. Біз сол жүйені өзіңіздің жұмыс барысыңызда қолданамын деп ойлаймын. Енді қазір көп ойлар келіп жатыр. Неге музеймен байланысып сол жаңағы киізге байланысты сол музейді жасамаймыз. Қалай жұмыс жасады, қалай дайындады, ол жұмысында көрсетті. Міне жаңа айтқан мүмкіндік осы жерде пайдаланды. Молодец. Әдемі, ауданаралық областной уровеньде істегіңіз келе ма? Дерзайте. Осы Google слайдты мен кеңес берер едім. Өйткені Google слайдтың ішінде тұрған нәрсеңіз почтамен жіберуге де оңай, сосын дәл сол PowerPoint сияқты, бірақ ішінде мүмкіндігі жаңағыдай жасанды интеллекті бар, мынандай дизайнды соңыңызды жасап көресіз. Қалайда жазған кезде почтамен кірмесе өзі бесплатныйда сіздерге он презентация жасап береді. Так, дұрыс, фото, егер сіздер дұрыс, сол жерде. Біз өте жақсы құнды пікірлерді алдық деп ойлаймыз, және бұндағы мақсат осы жерде ұйымдастыра отырып, және осы жерде тапсырма бере отырып, соны қалай үйлестіру керектігін, оны тәжірибе алмасуда әрбір руханият орталығына бара отырып, сол жерде де осындай тәжірибелік жұмыстарды ұйымдастыру нәтижесінде үлкен бір қадам, үлкен бір дүние жасалатындығы бізді қуантып отыр. Күшті дамыту, алға қарай жоспарлы жұмысты іске асыру бағытында әдемі семинар болып жатыр. Ол семинар бағытында өзі белгіленген кестеге сәйкес Индира деген апайымыздың стратегиялық бағыт бойынша алдағы жоспарлар дамыту, яғни рухани бағыт пен анаға тағзым екеуі бірлесіп, алда үлкен жоспарлар жұмыстар жасау бағытында әдемі ой толғау, пікірлесу, біздің әр ауданнан келіп отырған түрлі мамандардың ой пікірлерін ортаға салып, өзіндік идеясын алу, жалпы ашық әңгімелесу, ашық бір-бірімен ой айту, әдемі семинар сабақ болып жатыр. Бұл туралы кино да түсіргіміз келеді шынында. Өйткені біздер қаншама ақын жазушылардың видео документ қабылдаймыз. Барлығы келіп, руханият алаңы алдынан сахнада кездеседі. Бұл біздің ұрпақтар көпірі болады. Бізде музыканы дамыту, жаңағы қазақи, тек қана қазақша баяғы бір нелер емес, ремикспен, заманауи өлеңдерді ремикспен мысалға. Лифтке мінгенде де қарап шығар ғой, жоқ, ремикспен, адамдар түсіну керек. Тігіліштер арасында семинар жүйе өткізсек, және еңбек адамдар арасында семинар осындайлар дамытсақ деген ой бар. Руханият орталықтарына іс-сапармен шығамыз. Сол кезде әр ауданда осы жобалардың бірінің жүзеге асырылу барысына куә болуымыз керек. Бұрынғы әндердің сөзі мен музыкасын басқаша қылып, кавер сияқты қылып шығарып жатыр ғой. Соны осылай дайын тексті Google-дан алады да осыған салады. Сол кезде уже басқаша қыз айтатын, ұл айтатын болып ауыса береді. Мен ойлағандай қиын нәрсе емес екен. Маған ең қатты ұнағаны бірінші сабақтағы кітап жасау. Яғни өзіңнің қалауыңмен, өзіңнің идеяңмен, өзіңнің ойыңмен тақырыбын қойып, кітап жасау ең қызықты тақырып болды. Рух керуені кешенді жобасының семинарына біз өте риза болып отырмыз. Себебі спикерлердің өздері бір ерекше дайындықпен келген, және бізде халыққа қызмет жасауға жаңа көзқарас пайда болды. Ананың бейнесін жасау, көрейік осын жасап.
бірінші чат GPT мен жасап көріңіздер. Иә? Мейірімді, жүзі жылы ананың суретін жасап беретін фотоға промпт бер дейсіздер.